Assalamu alaikum. Benim YouTube kanalımın a'zalari. Bugün bizim Şomayda bazar günü. Bugün nechesi? Bugün nechesi? Bugün nechesi? Bugün 22 fevral. Orazanın 4-cü günü 3 miydi? 4-cü günü. Orazanın 4-cü günü. Azırak dinkem qurqurab turib soğan endi o'tirib ras o'qib qila beraman al. Ketdik al. Qaysidan boshlayaq? Shunday mınday 2 qalta setki deydi bizda buni. So'sin 1 paket. Al nadan boshlayaq. Mına ne alıydı? Qaymaқты өзімізден көшемізде bir kençek soğat қолдың қаймағы. Осы тұрса 10 мың сом еді, 12 мың болып кеткен оламын. Көтеріп жіберген. Сондай соменен қайырып қояйын, неқі қойып тұрайын. Жақыннан көрсетейін. Мынандай халва алдым, кемпір шаймен ішер деп. Енем тұтық үйде. Мынаны 10 мыңлық алдым, 15 мыңлық алдым. Мына тұрса гласы 60 мың еді, мына тұрса 15 мың сомлық. Сосын мен бар қылам, мына дрожжыдан пайдаланамын. Бұрынғы заманнан бала кезімнен кетірген дрожжылар. Жақсы ашытады, осыдан аламын. Сосын үргеніш сабын 70%-лік. Бұл нештіна не дей? Сенасын ұмытып қалдым, 2-ін алдым бұрын. Мына бафли қатты мазал, бұны үйдің ішімен бәріміз жақсы көреміз. Мына 15 мың сомлық алдым. Сосын бұны алып көрсетейін. Мынау кекс пенен праник 15 мың сомлық алдым. 10 мың сомлық алдым айтпақ. Біреу праник 25 мың, мынау кекс кім біледі? Білсеңіз жазып кетің комментарияға. 35 мың ба, 32 мың ба сондай глаз. Бірақ мына 25 мың сом, бұл ядымда қалды. Боппы свежий. Бірақ мен бала кезінде жеген праниклердей, қазіргі праниклер мазал емес. Сосын азанда сәрлікке жер деп сондай не алдым. Колбаса. Бұл 32 мың сомлық болды. Ondan кейін мына мельтер сомсаның қамырларын майлайман, пәтірлі майларман деп сондай 10 мың сом осындай мельтердің майынан алдым. Көкшаяға салып ішеді кемпір. Бұл мына 10 мың сом, ыстық 10 мың сом. Ішінде шаңғалағы жоқ. Сондай ерік. Болды сонымен бірінші пакетіміз таусылды. Сосын бүгін балаларға пижама алдым. Біріншісі мынандай. Жұқалау мынау. Осындай күзлі бәрде кидіруге қызыма енді бұл сәл үлкөлеу болатын шығар, сонда да үлкейіп кетір ғой енді. Бұларға сәл бір размер үлкенін аламыз ғой өзіміздер. Ендігі жылам киесең деп. Сонда ендігі жылам киеді, 1-2 жыл киеді деп осындай үлкөлеуін алдым. 10 айлық балаға үлкен болады ғой сонда да. Сондай бұл бақасы 35 мың сом. Сосын тағы бір түрінен алдым. Мынандай бұл да парыменен, штаныменен. Бұлан бақасы 35 мың сом. Бірақ бұл шапшақ болатын шығар меніңше, анаған қарағанда кішілеу. Көреміз енді, кейдіріп көреміз. Сосын үлкен балама мынандай, бұл да парыменен бақшаға күйеуге, алмастырып күйеуге үстінде асып алдым. Анамын 35 мың сомнан, 35 мың сомнан, мынау 70 мың сом, бірақ анаған қарағанда качество сәл жоғарылау. Бұл парыменен 70 мың сом қалдым. Бұларды қарызға жаздырмайтын. Айлықтан біреуін төлейміз, әйтеуір біреуін төлеп тағы жаздырамыз, әйтеуір сөйтіп аламыз. Елшілік. Сосын мына бір материалдың аты қандай еді? Мен бақтым. Мына материалдың атын айтамын. Қойып тұр, сөйлей бермеймін. Мына материалдың аты тылғы айтпақшы, тылғы дейді. Сондай мен материалдың парқына онша бара бермеймін, әйел адам болсам. Мына тылғы метрі 75 мыңнан біздің Шоманайда. Құрдасымның туған күні соған барайық деп алдым. Осындай розби ма не қылып, бардобил осы бетінен. Өз тіктіріп кер деп. Оның размерін білгенменен андай біреулер болады ғой, мысалға мен 52-ші киемін да, 52-ші размерде киімдер маған бола қояды. Ол жаңағыда 52 киеді, геудесі 52, бірақ қолы ұзын, бой ұзын болған соң жеңілер келте болып қалады, соң өз тіктіріп кет деп осындай материал алдым да қойдым.
Her bir söydegirde boladığın qarz dapter. Sosun Nasbay dep aytsam YouTube bloklap tastamas eкен. Her bazar 5 mыңlık alamыз. Bunam ja bir qarz. Bizim şomayda qarысы, kelini, balası birge satat. Solardan alamız. Tasılıp қалмай тұрып бару керек ертелі. Сөйтіп очередьте тұрып аламыз, қырылып отырып. Сосын әкелмесең қырғын. Сосын болгарский борщ 9 мыңлық болды. Банан, 3 банан нештен болған білмеймін, бірақ ұмытып қалдым. Банан де. Помидор қияр, мынау 30 мыңлық болды ау деймін. 3 қияр менен 2 помидор азыр қымбатшылық қойын. Göş yemeysiz be, rastokoп кісесем, göş yemapsan go дей беретініз. Бүгін алдым ақыр. 50 мыңлық парш алдым. Сосын, мынау неше мың болды бе? Bir kıladan ziyatlav göş aldım oğlum ayтканда. Сөйтіп, 5 мыңға петрушка мен укроп, қасында мындай 100 мыңға дейік бұны. 1000 сомға ыздашыға 2 Оллаған неше? 5-6 түйір чеснок ыздашына. Сонымен бұл пакеттен босаттық. Мынау мейфулар негізінде осындай. Кішкентай 25 килолық қалтаң ішінде келеді ғой, пакет баяғы саудагер болып жүргенде көретінім. Солардан мыналарды сумка қылып сатып, мынаны 2000 сомнан басатады. Я 2000 сомнан бермейтін жай айтпақшы, 4000 сомнан басатады. Сондай болан бір бизнес та. Мен бір 2 рет алма алғанда едім. Мына көк алманы тәуір көреміз үйіміздің ішіменен. Мынандай көк алма не бұл тапшырығын аламын ау мені. Мінекей мынандай көк алманы сулы болады. Алма. Сондай. Бұл бағасы 13-тен екен. Яқ 12-ден екен. Сөйтіп, мінекей картошкалар түсіпті 6,5 мың болыпты. Пияз 2 мың. Картошка 20 мыңға алдым. Пияз 5 мың сомға алдым. Сонымен бізде осындай распаковка болды. Нештен болған есепладыңыз ба? Пікірлеріңізді комментарияға жазып, лайк басып, каналыма подписка болып қойыңыз. Бақалыше, бұдан да басқа зор қарақалпақша контентлерді тез-тезден салып баруға әрекет етемін. Келесі видеода көріскенше сау саламат болыңыз.